Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышты медицина каналы. Бүгінгі видеода сіздер көптен сұраған видео болады. Гастрит кезіндегі диета. Мен бұл диетаны қазақ халқына бейімдедім. Интернеттен оқитын болсаңыздар, көп тағамдарды біздің ұлтымыз жемейді. Яғни сол себепті бұл видеоның соңына дейін көрсеңіздер, толықтай түсінетін боласыздар. Гастрит кезінде нені жеуге болады, нені жеуге болмайды. Бұл практикалық видео, көріп қазірде өміріңізде қолданып жасасаңыздар болады. Келесіге өтсек, гастрит бұл бірінші түсіндіріп кетейін, келесі видеомызда да бар еді, видеоны да беріп кетем. Бұл асқазанның шышты қабатының қабынуы. Яғни асқазан қабынатын болса, қатты асқазанда ауру сезімін береді. Осыған бізде Пезнер деген ғалым бірінші үстелдік диетаны ойлап тапқан. Осы диетаны қолданатын болсаңыздар, гастрит кезіндегі емдеу өте жақсы жүретін болады. Бірінші диета немесе бірінші үстел, бұл кеңес Михаил Пезнер жасаған 15 үстелдің бірі. Жалпы диета деген видеоны көріп алыңыздар, сол жерде мен үстелдің не екенін бәрін түсіндірдім. Номер бірінші диета асқазан мен 12 ішектің жарасында тағайындалады, және де қабынуында тағайындалады. Сондай-ақ бұл диетаны кейбір жағдайларда созылмалы және жедел гастритпен ұстануға кеңес береміз. Енді бірінші диетаның негізгі ережелері бар. Бұл ережелер: өнімдерді пісірулеріңіз қажет, буға пісіру шарт. Буға, суға, майға қуыруға болмайды. Екіншісі, ас тұзы қалыпты мөлшерде тұтына берсеңіздер болады. Одан кейін диетадан өте суық және ыстық тағамдарды алып тастау керек. Не үшін екенін қазір түсіндірем. Ұйықтар алдында сүт ішу абзал. Асқазанды химиялық, физикалық аялау керек. Яғни қатты ыстық және өте суық өнімдерді тұтынуға болмайды. Не үшін? Егер сіздер қатты ыстық өнімдерді тұтынатын болсаңыздар, ана асқазаныңызда қабынып тұрған жер жара болуы мүмкін, язва, ол одан әрі қабынады, одан әрі ауру сезім береді. Сол себепті бұны аялауларыңыз қажет. Химиялық, физикалық. Химиялық аялау деген бұл әртүрлі газды сусындарды, кислый өнімдерді, арақты, пиваны, виноны алып тұруларыңыз қажет. Рационыңыздан алып тұруларыңыз қажет. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бұл негізгі ережелері. Осы ережелерді түсінсеңіздер, ары қарай өздеріңізге диета құрастыруларыңызға болады. Гастрит кезінде енді не жеуге болмайды деген сұрақты талқылауымыз қажет. Гастрит кезінде барлық қышқыл жемістер мен жидектер, оған алма, киви, цитрус, ананас және басқалар жатады. Алма, киви не үшін жеуге болмайды цитрустар? Себебі ол асқазанға түскен кезде асқазанның қышқылдылығын арттырады да, мынандай аймақтарда одан әрі қабынуды туындатуын жүргізеді. Кейін майлы еттерді болмайды. Майлы ет майсыз ет жейді. Қазір не жеу керек екенін айтамын. Қуырылған, ысталған ет және де балық. Қуырылған, ысталған деген, яғни копченый еттерді, қуырған стейктерді гастрит кезінде жеуге болмайды. Неге? Асқазанға нагрузка жасайды. Содан кейін сүт және майлылығы 1,5%-дан асатын барлық сүт өнімдерді ішуге болмайды. Яғни қандай 6%-тік сүтті, 3,5% сүтті емес, 1,5%-ке дейінгі сүттерді қолдану керек болады. Қуырылған жұмыртқаны жеуге болмайды. Күніне 2-ден көп жұмыртқа жеуге кеңес берілмейді. Яғни жұмыртқаны тек қана сіздер суға пісіріп жеулеріңіз қажет. Жегілеріңіз келсе, омлеттер жасауға болады, бірақ 2 жұмыртқадан көп болмау қажет. Келесі, майлы тәттілерге тыйым саламыз. Біз шоколад, майлы балмұздақтар, майдың 4%-дан астамы, торттар, әсіресе барлық тортта қазір май көп болады, солардың барлығын жеуге болмайды және басқалар. Майлы ет, қуырылған, копченый және де балықтың да осы түрлері. Қуырылған балық, копченый балықты жеуге болмайды. Қазір қандайларды жеуге болатынын айтамын. Газ алған сусындарға, кофеге, күшті шайға, сондай-ақ какао мен алкогольге біз тыйым саламыз. Мына өнімдерді қолданбауларыңыз қажет. Кофені крепкий қылып, шайды крепкий қылып ішуге, және де какаолық, шоколадный сусындарды ішуге, алкогольге тыйым салынады. Газды сусындардың барлығы, қазіргі энергетикалық сусындардың барлығын ішпеулеріңіз қажет гастрит кезінде. Келесі, гастрит кезінде нені жеуге болады? Бізде бір пациентке осылай түсіндіріп отырған кезде айтты. Гастрит кезінде жеуге болатын барлық нәрсені отмена жасадыңыз ғой, барлық жақсы нәрсені деді. Жоқ, жақсы тағамдар келесідей. Ондай емес. Шышты жарақаттардың алдын алу үшін, яғни асқазанға нагрузка болмау үшін, біз алдын ала көрсетілген өнімдерді, мысалы нан жейтін болсаңыздар, оны шайға немесе сусынға сулап, сосын жібітіп, жақсылап шайнап жеу керек. Ол жаңа асқазанға нагрузканы азайтады. Гастрит кезінде сұлы, күріш, қара құмық деген гречка деген сөзді көп іздеп қара құмық екен қазақша, естеріңізде болсын. Сосын жарма ботқасы, овсянканы жеуге болады.
Дәнді алдын ала майдалап тұтыну керек, яғни дәнді өнімдер ғой бұлардың барлығы. Піскеннен кейін де оны майдалап жібітіп жеу қажет. Картоп, қызылша, асқабақ, сәбіз, қырыққабат, брокколи өнімдері біздің халқымыз көп жейтін, оларды да жеуге болады. Гастрит кезінде диеталық ет жеген жөн, яғни магазиндерге барсаңыз диетический мясо деген бар. Тауықтың етінің майлылығы төмен, сиыр етінің майлылығы төмен болады, соларды тұтына берсеңіздерге болады. Бұл күрке тауық, яғни индейка, тауықтың еті, сиырдың еті. Тауықтың етін жеген кезде сыртындағы терісін жеуге болмайды. Балықта да, тауықта да. Түсіндіңіздер ғой? Сыртындағы терісін алып тастап жеулеріңіз қажет. Қайнатылған немесе буға пісірілген етке рұқсат етіледі. Дәл осындай ережелер балыққа да қатысты. Беш бармаққа салатындай майлы еттерді ондайды жеуге болмайды. Қайнатылған газсыз минералды су ішуіңізге немесе әлсіз көк чайларды ішулеріңізге болады. Қызыл чай, сүтті чайды да әлсіз қылып істеулеріңіз қажет, крепкий қылмай. Мысалы, міне бірінші мысал сіздерге бұл түсінікті болсын деп жасадым. Гастрит кезінде мынандай қылуға болады. Бірінші таңғы аста тұрдыңыз, суға жұмыртқа пісіріп аласыз, екеуін, біреуін жесеңіздер болады. Одан кейін ұнтақталған күріш ботқасын жесеңіз болады. Күріш ботқасын кәдімгідей рисовый каша жасап, одан кейін артынан сүт қосылған чай ішсеңіз болады. Оған бір қасық қант салуларыңызға рұқсат етіледі. Яғни қанттың да деңгейін көп қылуға болмайды. Түскі ас, езілген сүтті овсянка, овсянканы сүтпен ішсеңіздер болады пісіріп. Одан кейін сәбіз езбесін, әртүрлі картоп езбесін қоссаңыз болады. Одан кейін буға пісірілген жанына ет қоссаңыз болады. Буға пісірілген тауықтың еті болсын, балықтың еті болсын, сиырдың еті болсын, осыны буға пісірулеріңіз қажет. Жылқының еті болсын, түскі асқа мысалы банан жеуіңізге болады. Және де банан және де тағы бір чай ішіп алсаңыздар болады. Кешкі асқа қайнатылған балық немесе қайнатылған ет, қайнатылған сиырдың еті, тауықтың еті, индейканың еті, оларды осы кешкі асқа қалдырасыздар. Картоп пюресі, одан кейін сүт қосылған чай. Картоп пюресі мен қайнатылған балықтың жанына брокколиді, қырыққабат бар ғой, морская капустаны қосып жесеңіздер болады. Ұйықтар алдында, жатар алдында 1 сағат бұрын сүт ішулеріңіз қажет. Сүт кислый болмау керек, одан кейін майлылығы 1,5-2% аспау керек. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып жіберіңіздер, осылай каналдың дамуына көмектесетін боласыздар. Назарларыңызға көп рахмет.